Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен үй жағдайында екі ағзатты біріктіріп, бринза жасайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде арнаға жазылып алыңыз. Бісміллах деп ең алдымен отқа төзімді ыдысымызға 3 литр сүтімізді құйып аламыз. Менде сүт табиғи сиырдың сүті, барынша сол табиғи сүтті қолдануға кеңес беремін. Сүтіміз ысып бастағанда қазанға жабысып қалмау үшін арасында қозғап отырамыз. Біздің сүтіміз қайнауға жақын қалғанда 9% сірке суы, яғни уксустан қосып жібереміз. Сонан соң дәміне қарай үлкен қасықпен 1 қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей сүтіміз осылай іри бастайды. Қатты отта сары суы бөлінгенше қайнатамыз. Мен жарты сағаттың көлемінде қайнаттым. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы іртіктері пайда болды. Енді оттың астын сөндіріп, бөлек ыдысымыздың үстіне елек, яғни ситаны қойып, оның үстінен 2 қабатталған марлемізді қойып, жаңағы қайнатқан бринзамызды үстінен құйып аламыз. Бринзамыздың барлығын суымен бірге осы електен, марледен барлығын өткізіп аламыз. Мұнда менде бірінші ыдысым толып кетті, басқа ыдысқа алмастырамын. Бөлініп шыққан сары суды тастап жібермей, блинни пісіріп жіберсеңіздер болады. Мен алып қойдым, блинни пісіремін. Ыдысымызды алмастырып, бринзамыздың қалған бөлігін барлығын құйып, жақсылап қолымыздың көмегімен суынан кішкене сырғытып аламыз. Бринзамызды жақсылап суынан сырқып алғаннан кейін, енді үй жағдайында жасағаннан кейін үйдегі бар заттарды пайдаланып жасадым. Електің осындай кішкентай және домалақ түрін пайдаландым. Біздің бринзамыздың көлемі домалақ және тегіс болып шығу үшін үстіңгі бетін, марлесін жақсылап тегістеп орап аламыз. Сонан соң електің ішіне түсіп тұратындай етіп, осындай қаймақтың қақпағын пайдаландым. Сонан соң үстіне ауыр салмақты зат қойып, кемінде 5-6 сағатқа қалдырамыз. Менде мына жерде 1 түн тұрды. Мен тұз қойған едім үстіне. Ыңғайсыз болғандықтан тұз толтырып салынған банканы қойдым. Енді бірге ашып көретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай формасын жақсы ұстайды. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Дәл осылай үй жағдайында сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Бар жоғы 2 ағзаттан дайындалады, өте дәмді болып шығады. Дүкендегіден әлде қайда дәмдірек болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өз формасын жақсы ұстап, жақсы кесіліп жатыр. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Сіздермен болған Фариза. Егерде менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Менің жаңадан шыққан видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін міндетті түрде басып қойыңыз.